Екінші сабағымызды бастайық. Біз жаңа айтып атқанымыз бір форманы бастадық қой, міне. Форманы бастадық. Бізде бірінші сұрағымыз болады. Оқушының аты жөні, екіншісі сыныбы, үшіншісі міне монитөрсін ашқанға екінші сұрағымыз болса, мына үшінші сұрақты біз әлі до конца бітірген жоқпыз жаңа. Мына жерге біз сурет қоюымыз керек дедік қой, міне имейджді бастық қой. Ол үшін мына суретті қою үшін алдын ала біз интернеттен бір фото іздеп тауып алайық. Фото, міне тапқан фотомыздың ссылкасын копировать етеміз. Копировать URL картинки. Осыны копировать етіп әкеліп, мына форманың қасындағы неге қоямыз, міне. Бастық қой мына суретті. Мына жерге әкеліп қойсақ, вставить ссылку и вставить изображениені бассаңыздар, мына сурет жаңағы біздің сұрағымызға шығады. Осы сұраққа шыққаннан кейін осыны кішкене кішірейтеміз, үлкейтесің, өзің білесің. Өзің ыңғайлап кішкене кішірейтіп қояйық. Міне осыны кішірейтіп болғаннан кейін жауаптарын басамыз. Магнит өрісінің бағыты, яғни қай жақтан бастап полюстарын жазамыз. Полюстарын жазғанда n полюстан s полюсқа, s полюстан n полюсқа деп бүйтіп көрсетеміз. n-нан s-қа, s-тан n-ға деген секілді әртүрлі жауаптарды қояйық. Мысалы, кез келген жауап. Міне осындай жауаптарды қоямыз. Өріске тәуелді. Менде дұрыс жауап, яғни ол мына полюстен шыққан n полюсінен s полюске дейін ол дұрыс жауап болады. n-нан s-қа дейін. Мынау менде міне дұрыс жауап. Осы дұрыс жауапқа біз ответ берейік. Яғни ответ беру үшін қанша балл береміз? Осы ответті басасыңдар да, мына жерден біз 10-15 балл бересің, өзің білесің. Негізі мына суретпен жаңа жауапқа біз 5 балл беруімізге болады. Сұрақтың күрделілігіне байланысты. Яғни дұрыс жауап енді бізде мынау n-нан s-қа дейін. А жауабы дұрыс. Готованы басасыңдар. Енді әр қарай жүрейік. Үшінші сұрақ, төртінші сұрақ кете береді. Мысалы, тағы бір сұрақ құрайық енді. Біз тағы бір сұрақ қояйық. Ол сұрақта тоже қарапайым түрде қояйық.